Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін біз футболдағы фейлдарға реакция жасаймыз. Футболды бәріміз жақсы көреміз. Бұл ойындағы фейлдар өте қызықты әрі күлкілі болады. Видеоны бастамас бұрын сіздерге өзімнің брендімді ұсынбақшымын. Бұл қарапайым деп аталатын бренд. Осы футболкаға заказ беру үшін мына Инстаграмға кіріп заказ берсеңдер болады. Кім дәл қазір лайк басса, соған осы жылы жап-жаңа Гелендваген бұйырсын. Ал лайк басыңдар, ал. Кеттік, біз бастаймыз. Не болды? Ізі не болды? Атсай ұстап қалды ма? Өлі анау қақпашының ойынға бастаған добын қолмен ұстап қойды. Ал, ема штангы. Лукаконың аяғына тиді топ мына жерде. Мына моментті білем мен. Бір жыл алдым дейді. Бір жыл алдым не болды? Ема, Лукаконың басына тиген ғой. Эмью ұтылып атыр дейді достар, 2-0. Мына Энтонидің жасаған моменті ғой, О, қасқа. 2-0 ұтылып атыр, сөйтіп финт жасап тұрғы, болмайтын финт. Ема, мына қақпашыға қараңдар достар. Допты ұстайын деп аяғын астынан өтіп кетті доп. Мәссаған. Ема, Ибрагимовична соны сала алмай қалған ғой, пяткамен теуіп. Қақпашы бізде ошибка жасады, бірақ Ибрагимовична сала алмай қалды. О, мына бейшара допты дұрыс ұстамады, және арқа иығымен өз-өзіне гол соғып жіберді. Криштиану Роналду салған бұл есептелді. Ема, мыналар автогол. Біреу шығарам деді, біреуінің бетіне тиді. Гарет Бейл ма анау? Өлі допты баста жүрді нау. Роббен. Ариен Роббен. Ема, анау біліп қойды, прикинь. Ема, біліп қойды, алып кетті, прикинь. Болды ғой, басталды ғой. Так, Тоттенхэм бізде шабуыл жасап жатыр. Ема. Пикфорд ошибка жасады жесткий. Ё-майо. Мюллер. Томас Мюллер. Не істеп жатыр? Ема. Бұрыштама допты алды да әшен-кәшен түйіп жіберді ғой. Мен мына фейлді көрген жоқпын, прикиньте. Не мынау? Кім сала алмаған? Джеко ма? Джеко сала алмаған 1 метр жерден достар. Ашық қақпаға. Ап-ашық. Так. Так, қолына алды. Даладан ұстап алды, сырттан. Ема, руки ғой мынау. Қақпаның зонасын сырттан ұстап алды. Қақпашы допты. Олай ұстауға болмайды ғой. Не істейтін, гол салам екен? Ема, мынау сұмдық мынау. Қақпашы кәдімгідей команданы бар ғой, Воу. Жай ұрған ғой, гол ма? Гол. Не деген бізде қателіктер. Мемфис Депай ғой, Депай. Так. Офсайд деп есептемей қалама мынаны? Өлі. Әшейін командаласы тұрған үшін. Просто так. Өлі ана қақпашыға қара. Мә, достар, мынау не? Ашық қақпаға дәл алдында тұрып сала алмай қалды. Мынаған қара, 2 рет, 1 тағы да. Ё-майо. Пеп, сен шашың осылай түсіп қалған ғой, Пеп. Бізде ең басында, видеоның басындағы көрсетілген әшейін қысқа нелер екен ғой. Қызық моменттер екен ғой, типа бүгінгі видеода осындай болады деген. Анау қақпашының бастаған добын қолмен ұстап қойды, руки болды ана жерде. Не қатыр? Так, қақпашы бара бер деп жатыр, Дехе. Ана жерге, сол жерге салып жібереді демеш. Мәссаған достар, мынау қалай. Ойыншы барды да тұрды ғой, мына жерге барып тұрды ғой. Дехе оға қолмен кет бара бер, ана стенкеге барып тұр деп еді. Алды да сол жерге салып жіберді.
Міне кім байқамай қалды достар, сендер үшін артқа қайтарайыншы, өйткені мына моментті көру керексіңдер, қараңдар. Міне мынау жігіт 21-ші номер міне. Жүгіріп бара жатыр, Декенің қасына келіп тұрды міне. Мына жерде қорғаймын деп. Деке қара қолымен бара бер деп жатыр. Мынау кетіп қалды. Мынау алады да. Ема. Мынау енді фейл десе, нағыз фейл ғой мынау. Мбаппе! Өлі, Мбаппе, не істеп атсың? Қуасың ба? Куртуа, ей! Мен мына голын алдын көрдім ба? Что-то көрмеген сияқтымын. Айбай, бірақ ответті болған екен міне. Реалдың қақпашысы қателік жіберді, және де сосын Ливерпульдің қақпашысы ошибка жіберді. Бір ойында емес шығар енді, или бір ойында ма жаңағы? Кім біледі, комментарийге жазып кетіңдерші. Айбай, өзінің ойыншысы Стерлингке тепкен ғой. Мудрик. Стерлингке қараш, белі май салып мынандай жүгіріп жүр. Айбай, Стерлинг еще пенальти сала алмады сол матчта. Стерлинг қой бұл достар, чисто Стерлинг қой мынандай. Мынандай ғой міне. Білетін шығарсыңдар оның осылай жүгіріп жүретін, ә? Үшінші рет. Ей, Стерлинг, құртыпсың ғой мына матчты, ә? Құртыпсың ғой кәдімгідей мына матчты. Икарди тивин деп жатыр ма? Өлі. Икарди сала алмай қалды. Ойбай. Антони, не болды? Антони? Жерге құласай деп жатыр оның. Қасындағы досы. Қызыл бер жоқ дей ма? Ұстама деп нерв болып қоя ма өзінше? Бұл мен футболист болып кетті ғой достар, Антони. Кәдімде мен болып кетті ғой. Тепси или берси? Мынадан кейін бар ғой, футболды қоя салу керек, Майнкрафт ойнау керек қой. Так, Лукаку кірді. Ема, бүкіл күшімен штангіге тепкен ғой. Екінші рет қателік жіберді бір ойында. Үшінші рет болады қазір. Қарап, примерно сезіп тұрмын. Я, болады екен. Ема. Жарет, мынау енді игровой момент топ қатты келді, бұл үлгермеді енді. Төртінші рет бола ма не? Ема. Бесінші рет болады емес. Бесінші рет болады демеш. Нормально, бесінші рет болған жоқ. Бесінші қателік болған жоқ. Гол ғана өз-өзіне салып алып. Криштиану! Марата! Роналду жарайды ана жерде, игровой момент бірақ. Кім Криштиану жарайды. Марата вообще хуп кетті ғой. Мбаппе! Ё-май, пенальти салмай алып. Бір қателік жіберді бір матчта, ал. Пенальти тағы да тебесін деп жатыр ма? Ема. Екі рет тепті, екеуін де сала алмады. Қатарынан бір мезетте тепті. Өтіріктен кетіп баратыр. Имиджін сақтау үшін. Өтіріктен травма болды менде деп ше. Харри Магуайр бар ғой. Өзінің адамын құлатып жүр ғой достар. Бұл да бір гений жүрген бар ғой. Қараңдаршы. Баспен шайды. Сосын қара өзінің адамын ұстап жатыр, өзінің адамын қара басып құлатып жатыр, и сөйтіп гол салып кетеді оналар.
Мә бұл. Не мынау? Ана пенальтидің домалақ несін отметкасын доп деп ойлап қалды анау. Так. Мынау гол емес па? Is there a winning goal in this one yet? In by Torstra. Zook was struggling to get there. And did he keep it out? The referee's looking at the watch and says goal. Қайтарып тұрған допты анау бит ішіне тартып, өз-өзіне гол соғып алды анау қақпашы. Мынауда бір жүрген гений Агуэро бар ғой. Пеп. Шашың ағарып бітті ау. Мә, өз-өзіне әдемі гол салып жіберді қараңдар. Так, өзінің қақпашысына пас берді және де гол салып жіберді. Девяткіге еще. Ема, алыстан гол соққан ғой. Мынау Кариус білеміз енді бұл. Бензема аяғымен допты қайтарып қалып, Реал Мадрид чемпион болады бізде. Айбай Клоптың түріне қараш. Екінші қателігі, үшінші қателігі болады. Ема, через себя салып кетеді ғой. Оны көрсеткен жоқ. Хоп! Сал! Ой, ё-моё. Мынау не? Не мынау? Түріне қара. Мынаны артқа қайтарып көру керек, достар. Мә! Болды! Мә саған. Мынау гол емес шығар! Мынау, достар, мынау сатып алынған мынау. Футболда да сатылатын матчтар бар ғой. Сол себепті мынау мен 100% ойлаймын сатып алынған деп. Өйткені бұлай прям кәдімгі көрініп тұр, типа актерше мынау. Ара. Өтіріктен рөлге кіріп жатыр. Ойбай депші. Джереттің ошибкасы ғой баяғы легендарный ема. Осы матчтың тарихын мен ұмытып қалдым ше, не болатын еді? Ливерпуль чемпионстводан айырыла ма осы ошибканың кесірінен? Қателеспесем солай болу керек. Осы Джереттің құлап қалғанының кесірінен Ливерпуль бізде АПЛ-ді ала алмай қала ма, сондай бірдеңе болу керек. Үлкен қателік. Мен қателессем жөнде жерінде комментарийде. Достар, бізде осымен футболдың фейлдары бітті. Өте қызық болды, өте күлкілі болды. Сендерге қай момент ең қатты өтті, қай момент ең қатты қызықты әрі күлкілі болды? Соның таймингін комментарийге жазып кетіңдер, мен міндетті түрде оқитын боламын. Және де қарапайым брендінің футболкасына заказ беріңдер. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңдар.